Баршаға сәлем, менің есімім Асем, Алтын Ілмек каналының негізін қалаушы. Сіздермен осы мастер-класста осындай үй аяқ киімін тоқуды үйренеміз. Бұның табаны 2 қабат трикотажный жіптен тоқылған. Тоқылуы өте оңай, әрі тез тоқылатын тапочки. Бұл тапочкиде анатомический форма жоқ, яғни оң аяқта, сол аяқта бірдей тоқылады. 4 бірдей табан тоқисыздар. Екеуден қосып, оның үстіне бірдей етіп осындай тапочкидің үстін тоқуды үйренесіздер. Ал баршаңызға сәттілік, тоқып үйреніп, осындай күшті домашний тапочки киіп жүріңіздер. Сіздерге размер жайында айтып кетейін. Мен қазір 37 размерді тоқыдым. Бізде 36 размерді тоқу үшін басында мына жерде воздушный петля алып бастаймыз. Ол кезде 17 воздушный петля аламыз. 37 размерге 18, 38, 39 размерге 19 воздушный петля аламыз. 40 размерге 20 воздушный петля, яғни әр бір размерге көбейген сайын бір воздушный петля көбейіп отырады. Енді қараңыздар, бізде тек қана өзгеретін мына жердегі столбиктердің саны ғана өзгереді тоқыған кезде. Мына часть мүлдем өзгермейді. Мысалы, мен қазір видео барысында өздеріңіз көресіздер. Мен қанша тоқыдым, мына жағын қанша тоқыдым деген сияқты. Бізде өзгеретін тек мына жердегі ғана воздушный петля саны өзгереді. Яғни мен қазір 18 воздушный петля аламын. Оның біреуі для подъема, яғни менде 17 воздушный петля қалады мына жерде. 17-нің мен 9-ын мына жерге столбик без накида тоқимын. Мен егер 38 размер алатын болсам, уже мен 19 воздушный петля аламын, ол кезде уже менде мына жерде 10 столбик без накида тоқимын. Түсіндіңіздер ғой? Мына часть өзгермейді. Дәл осы схемамен, осы способпен тоқисыздар. Саны да, мына жердегі тоқылу барысы да мүлдем өзгермейді. Тек мына жердегі бір ғана петля, яғни бір петля, бір столбик без накида ғана рөл ойнайды. Болды. Басқа жерінің барлығы бірдей тоқылады. Бізге керекті заттар: трикотажный жіп. Менде түсі жасыл. Бұл жіптің жуандығы 7-9 мм, 300 грамға 100 метр. Және номер 7 крючок и қайшы керек. Егер сіздерде болса, көмекші ретінде размері кішірек крючок алғандарыңыз дұрыс. Тапочкиді тоқып болған соң, кончиктарын жасыру үшін керек мына кішкентай крючоктар. Жіпті осылай босатып, жұмысқа дайындап аламыз. Және тоқу барысында осылай созып отырып тоқимыз. Мен қазір сіздерге 37 размерді тоқуды үйретемін. Басқа размерлерге қанша петля алу керек, қалай тоқу керектігін тоқу барысында түсіндіремін және описаниеға қалдырып кетемін. Алдымен воздушный петля теріп аламыз. 37 размер болу үшін бізге 18 воздушный петля керек. Басында узелок жасамаймыз, но бізде бірінші воздушный петляның рөлін атқарады. 1, 2, 3, 18 петля. Міне, осылай теріп аламыз. Енді крючоктан кейінгі мына бір петляны қалдырып, одан кейінгісінен столбик без накида тоқимыз. Қатты қысып тоқып қоймаңыздар. Подошваларыңыз, яғни табандарыңыз жіңішке болып қалуы мүмкін. Сондықтан қатты қысып тоқымаңыздар. Қазір біз 9 столбик без накида тоқып аламыз. И 9-шы. Байқаған болсаңыздар, мен воздушный петляны, столбикті алған кезде міне шығарып жатырмын. Бұлай қарайсыз, кішкене созып, сосын барып тоқып жатырмын. Бірақ мына жақтары қатты созылып кетпеген, мына жақтары кішкене биіктеу. Енді бір полустолбик с накидом тоқимыз. Бұл бізге плавный переход жасау үшін керек. Қазір мына аяқтың бас жағын столбик бір накидпен тоқимыз. Мынау соңғы мына басындағы петляға дейін, мына жердің барлығын біз столбик бір накидпен тоқимыз. Осы жерде мән беріңіздер, столбиктарыңыз биік болу керек. Егер обычный столбик с накидом тоқитын болсаңыздар, ол сіздердің жаңағыдай қысқа болып, табандарыңыз жіңішке болып қалуы мүмкін. Сондықтан кішкене созамыз шығарған петляны. Екеуден біреу шығарып, тағы кішкене созамыз. И осыдан бір столбик тоқимыз.
биік столбиктар тоқимыз, бірақ қатты бос болып қалмасын. Мына крючокта тұрған петля қысылып тұр, менде, міне крючокта мынандай бос болып тұрған жоқ, міне қысылып тұр. Мынаны ұстап отырып столбик тоқимыз, міне ұзын қылып шығардым, екеуден біреу, міне тағы да кішкене созамын и тағы да міне биік столбик бір накидпен тоқып алдым. Қатардың соңына дейін, соңғы петляға дейін осылай столбик бір накидпен тоқимыз. Міне соңғы петляға жетіп келдік. Осы жерден, міне бір жерден қазір 5 столбик бір накидпен тоқимыз. Міне. Бұларды да ұзын-ұзын етеміз. Бір. Екінші столбик. Мынау кончикті қосып тоқимыз. Қазір осыны тартқан кезде мына жердегі колечко жиырылады. Сол кезде мынандай ашық жер қалмайды. Екеу тоқыдық. Үшінші. Төртінші. И міне соңғы 5-ші столбик накидім. Міне. Санайық. 1, 2, 3, 4 и 5. Мына кончикті тартамыз. Сол кезде міне мына жеріміз жиырылып, ашық жер қалған жоқ. Енді мына кончик осылай пока қала тұрады, қосып тоқымаймыз бұны. Мына қатардың екінші бетінен дәл осы основасынан, мына жерлер тұр ғой, өткен алдыңғы қатардың. Осы основаларынан тоқимыз, симметрично қылып. Накид аламыз и міне 5 бір жерден тоққанымыз кетті, одан кейінгісі міне осының дәл основасына кіргізіп тоқимыз. Столбик бір накидпен. Міне. Қараңыздар, мына жерде біз столбик без накида тоқып келе жаттық та, и уже сразу мына жерде полустолбик. Қараңыздар разницасын, галочка сияқты, сәл басқашалау, уже мына жерде столбик бір накидпен кеткен. Осының столбик бір накидтің барлығын қарама-қарсы бетінен дәл өзі сияқты столбик бір накидпен тоқып аламыз. Біз полустолбиктің қарама-қарсы бетіне келдік. Ол жерден полустолбик тоқимыз бір накидпен. Міне, үшеуінен бір шығарып алдым. Енді әрі қарай қатардың соңына дейін столбик без накида жалғастырамыз. Бізде міне соңғы столбик без накиданың қарама-қарсы беті қалды. Дәл осы жерден прибавка жасаймыз. 2 столбик тоқимыз бір жерге. Міне. Осымен біздің бірінші рядымыз бітті. Мына арасындағы ашық жерлерден уайымдамаңыздар. Қазір бұл жерлерді жабатын боламыз. Енді мына жерге қарасаңыздар, бірінші қатардың бірінші столбигі кетті. Мына жерде бірінші бастаған кезде бір воздушный петля, 18-ші петля бар ғой, для подъема. Негізі мына жерде біз 17 петля қолдандық. 18-ші міне осыдан алып соединительный петля жасап қатарымызды бекітеміз. Міне, әрі қарай енді екінші қатар тоқимыз. Өзі бұл табан 2 қатардан тұрады. Бірінші қатарды біттік. Енді екінші қатарға
екі воздушный петля аламыз бастау үшін. Мына бірінші столбиктан прибавка жасаймыз. Бір жерге екі столбик с накидом тоқимыз. Бір и екі. Әрі қарай бір-бірден столбик бір накидпен тоқимыз. Ешқандай прибавкасыз, убавкасыз. Мынау бесеулік бар ғой, осы жерге дейін столбик бір накидпен тоқимыз. Тоқып алдық. Бізде енді мына жерде 5 столбик тұр, осы поворотта. Енді осы жерден прибавка жасаймыз. Бірінші столбиктан екеу, бір и дәл сол жерге екінші столбиктің үстінен тағы да екеу, бір и екінші. Үшіншісінен, міне, дәл ортасы, бесеудің ортасы, міне үшіншісі. Осы жерден 3 столбик тоқимыз, бір жерден. Столбиктарыңызды биік қылыңыздар. Ато табандарыңыз жіңішке болып қалады. Міне, бір жерден 3 столбик с накидом тоқыдым. Енді мына қалған екеуінен екеуден тоқимыз. Бізде табанымыз симметрично. Мына бетінде екеуден екі жерден тоқыдық. Мына бетінен де дәл солай тоқимыз. Екі. Келесі петлядан тағы екеу тоқимыз. Бір и екі. Міне. Әрі қарай дәл мына беттегідей әр петлядан бір столбиктан қатардың соңына дейін тоқып аламыз. Міне мына жерде жаңа прибавка жасадық қой соңғы петлядан. Осы жерге дейін каждый петлядан бір столбиктан тоқып аламыз. Міне тоқып алдық. Біз прибавкаға келдік. Прибавканың бірінші петлясынан біреу тоқимыз. Келесіне прибавка жасаймыз. Бір жерден екі столбик с накидом тоқимыз. Бірінші и дәл сол жерге екінші столбик с накидом. Бірінші прибавкамыз кетті. Енді мына жерде біздің өткен қатардағы соединительный петлямыз бар. Осыдан да екеу тоқимыз. Екі столбик бір накидпен. Бір и екі. Осымен біздің табанымыз дайын. Жіпті қырқсақ болады. Жібімізді қырқып шығарамыз. Енді қараңыздар, мына қатарды әдемілеп жабуымыз керек. Мына бізде жаңағы воздушный петляларымыз, көтерілу үшін. Екеуін қалдырамыз. Одан кейінгі мынау столбиктің петлясы, осыны да қалдырамыз. Одан кейінгіден мынау арт жағынан крючогымызды шығарамыз. И мынау жібімізді алып шығамыз. Негізі бұл жерге кішірек крючок болғаны жақсы. Енді мына жіпті қай жерден шықты, дәл сол жерге қайтадан алып келеміз. Міне. Бұлай поправлять етеміз. Дұрыстап. Міне, қатардың қай жерден басталып, қай жерден аяқталғанын байқалмайды. Қарап тұрсаңыздар, өте әдемі қатардың жабылуы бұл. Мына кончиктарды қазір жасырамыз. Дәл осылай, дәл осы способпен осының екінші табанын тоқимыз. Бізде табан екі қабат болғандықтан, мына петляларыңыз кетіп қалмасын, саны осымен бірдей шығу керек. Екеуін бір-біріне қосып тоқимыз. Дәл осындайдың екіншісін тоқып алыңыздар.
Міне біздің екі табанымыз дайын. Кончиктарын әлі жасырған жоқпыз. Енді бұны бұлай бір-біріне қойып тоқып шығу керекпіз. Мынау бізде табанның беті болады. Мынау асты жағы болады. Енді қараймыз, қайсысын астына жібереміз. Мынау разница жоқ, негізі екеуі бірдей. Просто мен сіздерге түсіндірейін дегенім, астына бұлай қойған кезде мынау астына кетеді. Бұл астына кететіннің кончиктарын бұлай үстіне шығарып, үсті жағынан жасырамыз. Бұны просто бұлай столбиктардың арасынан өткізіп жасырып қойсақ болады. Столбиктарға ешқандай зиян тимесін, бұлай қашып кетіп, андай созылып кетіп деген сияқты. Просто осылай столбиктардың арасынан өткізіп ала саламыз. Артық жерін кесе саламыз. Бұл біздің жаңағыдай астындағысы болады табанымыздың. Мынаны да дәл солай үстіне шығарып жасырамыз. Любой жерінен табанымыздың алдына алып шығамыз жіпті. Енді осы жерден столбиктардың арасынан өткізіп жасырып қоямыз. Міне арт жағынан да қараймыз. Көрініп тұр ма, көрініп тұрған жоқ па деген сияқты. Міне ешқандай көрініп тұрған жоқ. Бұлай қатты тартып тастамаңыздар. Кішкене бұлай дұрыстап әдемілеп жасырып шығыңыздар. Енді кесіп тастауға не болады. Бұл біздің табанымыздың асты. Мынау беті болатын болды. Енді бұл бетін осы арт жақ бетінен жасыра берсек болады. Өйткені бұл қазір мынаның ішінде қалып кетеді, көрінбейді. Мына жақты да дәл осылай жасырып шығамыз. Размері кіші крючок болғаны өте жақсы, өйткені мыналардың арасынан оңай өтеді. Қазір мен 7-ші крючокпен жасыратын болсам, бұл кіруі қиын, одан кейін мынаның арасын созып тастауы мүмкін. Сондықтан кіші размерлі крючокпен кончикті жасырған өте жақсы. Міне, жасырып алдық. Артық жерін кесіп тастай салсақ болады. Екі табанымыз дайын. Енді осы екеуін былай қосып тоқып шығамыз қазір. Табанды бір-бірімен беттестіреміз. Номер 7-ші крючогымызды аламыз. И мына жерде қатар басталған кезде мынандай прибавка болды бізде. Соның екіншісінің жоғары жағынан өткіземіз. Міне, түсінбей тұрсаңыздар, мынау біздің өкше жақ деймі? Мынау аяқтың бас жағы. Осының екіншісінің жоғары жағынан шығарамыз крючогымызды. И астынан да дәл соны табамыз. Міне, содан өткізіп, жұмыс жібімізді алып шығамыз. Кончикті ондай ұзын қылып қалдырудың қажеті жоқ. Осыншама кончик жетеді. Қазір оны жасырамыз. Енді мына екі косичкадан астындағыдан да екеуінен алып, соединительный петлямен қосып шығамыз. Қатты қысып қоймаңыздар. Міне, қатар бір-бірімен сәйкес келу керек. Табан тоқыған кезде петлялардан жаңылысып кетпеңіздер. Егер жаңылысып кетсеңіздер, мынау бір-біріне келмей қалады. Міне, екі косичкадан өткіземіз. Астыңғысынан да өткіземіз. Просто міне, соединительный петлямен қосып шығамыз. Келесінен, одан кейінгісінен, міне.
табанды полностью айналдырып мына жерге дейін тоқып аламыз. Дәл осылай соединительный петлямен. Міне, қатты қысып қоймаңыздар, қатты қыссаңыздар мынау ішке кіріп кетеді. И мынау қысылып қалады. Міне, почти бітіп қалдық. Мынау соңғы петлядан өткіземін қазір. Міне, екі косичка. Осылардан өткізіп тоқимын. Мынау бізде басталған жері. Енді осы жерді қазір әдемілеп қатарымызды жауамыз. Кесеміз жібімізді. Кішкентай крючок аламыз. Мынау жаңағы бірінші басталған петлядан, міне. Көріп тұрсыздар ғой, крючокты қалай кіргіздім. Екі косичкадан да өткіземіз. И осы екеуінен де жұмыс жібімізді алып шығамыз, міне. Енді одан кейінгі міне. Мынау қазір бізде соңғы петля еді, соңғы косичка. Міне. Көріп тұрсыздар деп ойлаймын. Асты жағынан алып шығып, міне. Жіп қай жерден шықты, тур сол жерден крючогымызды шығарамыз. И осы жерден жіпті артқы жағына, яғни табанның астына жібереміз. Крючокпен кішкене дұрыстаймыз петлямызды. Бірінші петляны да дұрыстаймыз, міне. Қатарымыз осылай әдемі болып жабылады. Енді мына екі кончикті жасырамыз. Ол үшін бір рет байлаймыз былай, кішкене қысып. Енді міне, алды жағы өте әдемі болып жабылады. Мына екі кончикті столбиктардың арасына өткізіп, жасырып шығамыз. Жаққа өткізіп алайық. Бұл қай жерден жасыратыныңыз маңызды емес. Ең бастысы байқатпай, столбиктарға зиянын келтірмей, аккуратно жасырсаңыз болды. Мен мынау столбик без накидалардың арасына жасырғанды жақсы көрем. Өйткені оңай и байқалмайды. Мынаның ішіне кіргізе салсақ болады, енді кесудің қажеті жоқ. Бұл шығып кетпейді. Мына екіншісінде дәл осылай кез келген жерінен жасырсақ болады. Міне. Енді бізге мына ортаны қосып тоқып шықсақ болды. Сонымен біздің табанымыз дайын болады. Номер 6 крючок аламыз. И жібімізді тартып дайындап алдық. Енді қараңыздар, мынау бізде бірінші петля. Содан кейінгісінен өткіземіз. И екінші бетінен де қараңыздар, қадағалаңыздар, дәл сол жерден өту керек крючогымыз. Жұмыс жібімізді шығарамыз. Ондай қатты ұзын кончик керек емес. Примерно осынша жетеді. Енді осы каждый петлядан, міне өзі ашық болып көрініп тұр. Осылардан соединительный петля жасап тоқып шығамыз, міне. Келесі өзі көрініп тұр, қарасаңыздар, оп-оңай көрініп тұр петлялар. Бір-біріне сәйкес келсін, астыңғы табан мен үстіңгі табан. Осылай, міне, келесінен өткізіп тұрмын. Тоқып алдық, бізде мына соңғыдан алдыңғы петля қалды. Осыны тоқып аламыз. И жібімізді кесеміз. Мынаны шығарып. Бұл жерде тағы кішкентай крючок керек. Мынау 5 прибавка бар ғой, бір жерден тоқылған. Осыдан өткіземіз, міне. Екінші табанның да дәл сол жерінен өткіземіз.
Бұл жерде біз жаңа жіпті қатты тартқандықтан өте тығыз болып тұр. Сондықтан кішірек крючок алмасаңыздар, мына үлкен крючок өтпей қалуы мүмкін. Шығарамыз. Енді мына жерден қайтадан арғы бетке өткіземіз. Мынау соңғы косичканың асты жағынан өткізіп, міне. Көрдіңіздер, қай жерден шыққанын. Табанның асты жағына қарай жібереміз. Сол кезде бізде міне ровный шов түсті. Мына жерде де қазір көрсетемін, қазір қалай жабу керектігін. Егер сіздер мынау өрілген қатар бетіне түссін десеңіздер, жаңа біз мына жақтан кіргіздік қой, табанның асты жағынан кіргіздік крючокты. Ол кезде уже мына бетінен кіргізіп шығаратын болсаңыздар, мына өрілген табанның бетіне түседі. Разница жоқ негізі, ол өз қалауларыңыз. Енді мына кончикті жасырып шығамыз. Енді мына жағын бізде соңғы петле қалып еді, міне осы жерден өткіземіз. Мына табанның асты жағынан кіргіземіз крючокты и жібімізді сол жаққа алып шығамыз. Енді тағда фальш петле жасаймыз. Мына екі косичкадан өткіземіз, екі стенкасынан да, и мына кончикті шығарамыз мына бетіне. Енді қай жақтан кірді жіп, сол жаққа қайтадан алып шығамыз. Міне. Мынандай косичка пайда болды. Енді мына кончикті жасырамыз. Міне. Біздің табанымыз дайын. Бұл ешқандай анатомиялық формасы жоқ болғандықтан, оң аяқта, сол аяқта дәл осымен тоқылады. Екінші аяқтың табанын дәл осылай тоқып алыңыздар. Одан кейін тапочканың үстін тоқуға кірісеміз. Менде тапочкидің бірінші пары дайын. Сіздерге образец көрсетемін деп уже тоқып қойдым. Бұл бізде үсті, тапочканың үсті небәрі 3 қатардан тұрады. Бірінші, екінші, үшінші қатар. И соңғы завершающий мынандай просто соединительный петля. Қазір екінші табанға дәл осылай үстін тоқып шығамыз. Бізге енді маркерлер керек. Енді қараңыздар қыздар. Тапочкидің дәл ортасында, міне, қарасаңыздар, 3 столбик тоқыдық, дәл қақ ортасынан. Осы жерден, міне, мынау ортасы деп есептесек, міне, қараңыздар, мынау ортасы деп есептесек, осы жерден бізге 5 петля керек. Маркер қоямыз. Қақ ортасынан екеу былай қарай, екеу былай қарай қойсақ, сонда бізде 5 болады, міне. 5 кетті. Енді бұл жер бізде столбик снакидің болады. Біздің тапочкамыздың үсті былай қарай көтерілу керек, Былай қарай 6 петля санаймыз. Мына маркерді қоспаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Міне, 6-шыға маркер өткіземіз. Мына жағынан да дәл солай 6 санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Мына жерге тағы бір маркер өткіземіз. Әрі қарай біз 4 петля санаймыз. 1, 2, 3, 4. Осы жерге бір маркер қоямыз. Екінші жағынан да дәл солай 4 петля санаймыз. 1, 2, 3, 4. Соңғы маркерді қойып алайық. Қазір түсіндіремін сіздерге. Біздің тоқымамыз қазір тапочкамыздың үсті мына жерден басталады. Бірінші столбик без накида кетеді. Екінші мына жерде полустолбиктар кетеді. И мына дәл ортасына столбик с накидом кетеді. Өйткені біздің тапочкамыз кішкене былай қарай созылу керек, Міне. Дәл қазір мынау бірінші рядты тоқимыз. Бір-біріне симметрично болғандықтан, мына беті бірдей болу керек болғандықтан, дәл осылай маркерлер қойып алдық. Енді тоқуға кірсек, қазір тоқу барысында тағы да
түсініп аласыздар. Крючогымызды маркерден кейінгі петлядан өткіземіз, екеуінен де. Шығарамыз. И мына кончикті қазір қосып тоқып кетеміз. Уже маркерді алып тастай салсақ болады. Бір воздушный петля көтеріп аламыз. Келесі неден бастап, міне. Келесі петлядан бастап, екеуінен де алып тоқимыз. Столбик без накида тоқимыз. Мына маркерге дейін. Бізде 4 столбик без накида болу керек. 1, 2, 3, және 4-ші. Енді маркерді алып тастаймыз. Қыздар, мен үстінде номер 7-мен тоқып жатырмын. 6-мен де тоқуға болады. Егер 6-мен тоқитын болсақ, уже біздің размеріміз сәл кішірейеді. Енді мына маркерге дейін 6 петлядан полустолбик тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5. Міне 6-шысын тоқыдым. Көрініп тұр, міне. Столбик без накида, полустолбик. Енді мына жерде ортадағы 5 петлядан столбик с накидом тоқимыз. 1, 2, 3, 4, и мына соңғысынан міне 5-ші маркерді алып тастауға болады. Енді мына маркерге дейін 6 полустолбик тоқимыз. 1, накид, 2, 3, 5. Мына соңғы 6-шы маркерді алып тастаймыз. И осы жерден соңғы 6-шы полустолбикті тоқимыз. Мына маркерге дейін енді 4 столбик без накида тоқимыз. Төртінші. Маркерді алып тастасақ болады. Бірінші қатарымыз бітті. Енді мына жіпті кесіп, кончикті жасырамыз. Біз үстін тоқыған кезде тек мына жерден бастап, мына жерден аяқтаймыз, мына жерден бастап. 3 қатарда да осы беттен бастаймыз. Егер біз қазір жіпті кеспей, дәл осыдан артқа қарай екінші рядты тоқитын болсақ, уже узор басқалай кетеді. Уже теріс тоқу болып кетеді, мынау сияқты. Жіпті шығарамыз. И келесі косичкадан өткізіп, просто жіпті былай өткізе саламыз. Мына кончикті қалағаныңызша жасырсаңыз болады. Міне кончикті жасырып алдық. Енді екінші қатарға көшеміз.
Бізде екінші қатарда да маркерлер керек болады. Қазір біз екінші қатарда убавка жасаймыз, яғни қысқарту жасаймыз. Жаңа мына жерде 5 столбик бір накидпен тоқыдық ортадан. Осының екеуін қалдырамыз, мына үшеуі. Осы үшеуге маркер қоямыз. Бұл біздегі дәл ортасындағы убавка болады. Осы үшеуден қазір бір қысқарту жасаймыз. Енді былай қарай жүреміз. Одан кейінгі петля екеу, міне. Бір столбик с накидом, бір полустолбик. Осы екеуіне бір қысқарту жасаймыз. Одан кейінгі екі петлядан қысқарту жасаймыз. Одан кейінгі екі петлядан тағы да қысқарту жасаймыз. Сонда бізде бір беттің өзінен, міне, 1, 2, 3 қысқарту жасаймыз. Екі петлядан 3 қысқарту, ең главный қысқарту бұл ортадан 3 петлядан жасаймыз. Дәл мына 2-2-2 сияқты, мына бетінен де дәл солай екеуден қысқартулар жасаймыз. Енді былай қарай қалай тоқимыз? 3 полустолбик тоқимыз мына жерден. Қазір белгі қоямын. Мен просто белгі қойып кетіп жатырмын, сіздерге де түсінікті болу үшін. Қазір тоқу барысында тағы да айтып өтемін. Енді мына жақты обычно мына қатарды бастаған сияқты столбик без накидамен бастаймыз. Екінші қатарымызды қараңыздар. Мынау жаңа бірінші қатарымыздың басталған жері. Осыдан кейінгі петляны қалдырамыз. Содан кейінгісінен жібімізді шығарамыз. Бір воздушный петля. И одан кейінгісінен столбик без накида тоқимыз. Енді мынау бізде жаңағы воздушный петля подъема еді. Осы жерден де бір столбик без накида тоқимыз. Мен не үшін кішірек крючок алдым, өйткені қазір жетімен өткізу өте қиын, сондықтан көмекші ретінде петлямды шығарып алдым. Кончикті ұмытпай қосып тоқып кетіңіздер. Бізде мен екінші столбик кетті. Үшінші столбик без накида. И төртінші столбик без накида. Бірінші қатардағыдай 4 столбик без накида тоқып алдық. Енді мына жерде бізде 3 полустолбик кетеді. Маркерді алып тастаймыз. Егер маркерлеріңіз болмаса, маркер қоймай-ақ менің тоқығанымен маған ілесіп тоқсаңыздар болады. Санын айтып отырмын. Міне 3 столбик, полустолбик тоқимыз. 1, 2 и үшінші полустолбик. Енді бізде мына жерде маркер тұрған жерлерде қысқартулар кетеді. Бірінші қысқарту, міне маркерді шештім. 2 петлядан бір тоқимыз. Столбик с накидом. Накид алдық. Тоқыдық. До конца тоқмаймыз. Тағы да накид аламыз. Келесі петлядан шығарамыз. 2 петлядан бір өткіздік. Крючокта 3 петля. Осыдан міне бір шығарамыз. Бірінші убавкамыз кетті. Енді келесі 2 петлядан дәл осылай тағы да убавка жасаймыз. Міне бірінші убавка. До конца тоқмаймыз. Екіншісінде дәл осылай аламыз. До конца тоқмаймыз. Міне крючокта 3 петля. Енді осы үшеуінен бір өткіземіз. Міне. Келесі маркерді шешіп, бұл жерден де 2 петлядан убавка жасаймыз. Сонда бізде 3 убавка болды ғой 2 петлядан. 1, екіншісінен өткіземіз. 2. Бірінші убавка, екінші и үшінші. Бізде дәл ортадағы ең үлкен убавка енді. 3 петлядан бір тоқимыз. Дәл осылай, міне қараңыздар. Накид. Тек накидін тоқимыз. 1,
екіншісінен дәл солайынан 2, и үшіншісінен дәл солайынан 3 столбик. До конца тоқылмаған. Осының бәрін міне бір тоқимыз. Бір основаға кетті. Енді мына бетті қалай тоқсақ, мына бетінде дәл солай тоқимыз. Енді 3 убавка жасаймыз ғой. 2-2-2-ден 3 убавка жасаймыз. Біріншісі кетті. Екіншісі. И міне үшіншісі. Енді мына жерде убавканың алдында 3 полустолбик бар еді бізде. Соны мына бетінен дәл солай қайталап тоқимыз. 1, екінші полустолбик и үшінші полустолбик. Мына жақта 3 полустолбиктің алдында 4 столбик без накида бар еді. Соны қайталап тоқимыз. Бірінші кетті. Екінші столбик без накида. Міне жаңа өткен қатарда просто мына жерден өткізіп жібердік жіпті. Сол жерден де тоқимыз. Үшінші келесінен төртінші столбик без накида. Міне қарасаңыздар, уже тапочкеміздің бас жағы шықты. Симметрично болып жатыр, байқасаңыздар. Тек ортадағы мына жер ғана сәл басқаша. Мына екі шеті бірдей тоқылып жатыр. Енді жібімізді кесеміз и кончикті жасырамыз. Дәл өткен қатардағыдай жіпті шығарып, келесі петлядан былай өткіземіз и кончигін жасырамыз. Үшінші қатарда ортадан үшеуден бір қысқартамыз. Екеу. Мына беттен де дәл солай екеуден қысқартамыз. Маркер қоймай-ақ, қазір былай санымен келеміз. Егер қаласаңыздар, маркер қойып көрсетемін. Міне, мынау 3 алдыңғы қатарда қысқарту дәл осы міне, дәл осының ортасы деп аламыз. Міне 1, 2, 3. Мына 3 петлядан қазір қысқарту жасаймыз. Одан кейін мына жағынан 2 петлядан қысқарту жасаймыз. И одан кейінгі 2 петлядан қысқарту жасаймыз. Мына беті де мынаған қарама қарсы симметрично екеуден қысқарту жасайды. Бастаймыз үшінші рядымызда. Қараңыздар, мынау жаңа біздің екінші қатарымыздың басталғаны. Дәл содан кейінгісінен уже крючогымызды шығарып, жұмыс жібімізді алып шығамыз. Бір воздушный петля и мынадан, міне, көріп тұрсыздар ғой, галочка сияқтыдан, осыдан алып шығамыз. Мен сияқты көмекші крючок қолдансаңыздар, өте ыңғайлы. Просто петляны шығарып аламыз. Болды. Столбик без накида тоқимыз. 1, келесін 2, 3, 4. Енді 2 полустолбик тоқимыз. 1 и 2. Маркерге келдік. Уже мына жерде бізде убавка болу керек. 2 петлядан қысқарту жасаймыз. 1,
и 2. Міне осының бәрінен бір тоқимыз. Келесі маркерге келдік. Бұл жерден де убавка жасаймыз. 1 и 2. Міне 2 қысқарту жасалынды. Енді дәл ортасынан 3 петлядан бір қысқартамыз. 1 2 и 3. Енді мына жағымен симметрично кету керек. Мына 2 петлядан бір қысқарту жасаймыз. Біріншісі и екінші петля. Осыдан бір тоқимыз. Енді келесі қысқарту 1 екінші петлядан. Міне мына жақтан 2 петлядан 2 қысқарту, 3 петлядан 1 қысқарту, и мына жақтан тағы 2 қысқарту кетті. Әрі қарай 2 полустолбик тоқимыз. Мына жақта қысқартудың алдында 2 полустолбик болды, я? Дәл соны тоқимыз. 1 и 2. Әрі қарай бізде 4 столбик безнакида. Бірінші қатардан бері осы 4 столбик сақталып келе жатыр. Басында, аяғында 4 столбикпен тоқып жатырмыз. Міне. Осылай шықты. Қазір мына кончикті кесіп жасырып шығамыз. Кончигін жасырып шықтым. Барлығы бір способпен жасырылатын болғандықтан көрсетпедім. Енді соңғы завершающий ряд соединительный петлямен аяқтап шығамыз. Любой жерден бастасаңыздар болады, но табанның мына жағынан бастаймыз. Кончик қалдырамыз азғантай, қазір жасыруға ыңғайлы болу үшін. Мен 6-шы номерлі крючокты алдым, айналдырып соединительный петля жасауға. Енді байқадыңыздар ма, мен тек мынау бір ғана стенкасынан алдым косичканың. И тек осы жағынан тоқимыз. Міне, артқы жағынан алып, жібімізді өткізіп, просто соединительный петля жасаймыз. Міне. Осылай мына жерде полностью айналып келеміз. Косичкаларыңыз қатты қысылып қалмасын. Егер мынандай қысылып қалса, тапочкаларыңыз бұлай жиырылып қалуы мүмкін. Бұл обвязканы 7-ші номерлі крючокпен жасасаңыздар да болады. Онда тұрған ештеңе жоқ. Өздеріңізге ыңғайлысымен тоқи берсеңіздер болады. Галочканың біреуінен де алып кетеміз. Міне. Уже тапочканың үсті жағына өттік. Дәл осылай айналдырып, мына жерге дейін тоқып келеміз. Міне соңғысын тоқып алдық. Мына жерде уже қатарымыз басталған, я? Жібімізді кесе берсек болады. Дәл алдыңғы способпен бекітеміз қатарымызды. Міне, басталған косичканың екеуінен де өткіземіз. И мынау табанның асты жағынан алып келіп, жіп қай жерден шықты. Сол жерден крючогымызды шығарып, табанның асты жағына жіпті өткіземіз. Қолмен әдемілеп реттеуге болады. И мынаны да кішкене тартып, табанның астыңғы жағына жібереміз. Міне, қатарымыз осылай жабылды. Енді
мына кончиктарды әдеттегідей жасырып шығамыз. Мінекей қыздар, тапочкамыз дайын. Осындай болып шықты. Алдына неше түрлі украшениямен сәндесеңіздер болады, помпон қойсаңыздар болады. Менде бір моток жіптен міне осыншама қалды. Бұмен кисточка жасасаңыздар болады, немесе басқа да украшениялар жасасаңыздар болады. Ол өздеріңіздің фантазияларыңызға байланысты. Жалпы мастер-класс бойынша тапочка осылай болып шығады. Өте қарапайым, оңай тоқылатын, тез тоқылатын тапочканың түрі и аяққа өте жағымды.